Сәлеме студент, біз қазір сенің студенттік өміріңнің жеңіл өтуіне және оқу процесс кезінде қажет болатын орындармен таныстыратын боламыз. Бұл ректорат ғимараты, ал ішіне кірейік. Бірінші қабат, 111-ші кабинет. Бұнда бухгалтерия жұмыс жасайды. Ал жастар орталығы 113-ші кабинетте орналасқан. 120-ші кабинет офис тіркеуші. Ректорат ғимаратында экономика, басқару және құқық факультеті мен теология факультеттері орналасқан. Ал әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар мен жаратылыстану ғылымдар факультетінің кейбір кафедралары да осында білім алады. Үшінші қабат 321-ші кабинетте теология факультетінің деканаты орналасқан. Ал экономика, басқару және құқық факультетінің деканаты 4-ші қабат 436-ші кабинетте орналасқан. Екінші оқу ғимаратында медицина факультеті мен стоматология факультеттері орналасқан. Үшінші қабат 334-ші кабинетте стоматология факультетінің деканаты орналасқан. Ал 4-ші қабат 401-ші кабинетте медицина факультетінің деканаты орналасқан. Бұл біздің номері 3-ші оқу ғимараты. Мұнда жаратылыстану ғылымдар факультеті, әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар факультеті және медицина мен стоматологияның кейбір кафедралары осында орналасқан. Екінші қабат 256-ші кабинетте жаратылыстану ғылымдар факультетінің деканаты орналасқан. Ал әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар факультетінің деканаты 2-ші қабат 254-ші кабинетте.